Assalomu alaykum bауырлар. Бүгін міне челленджіміздің 5-ші күні. Бүгін астағфирулла деп тағы да 5 рет айтуға тырысамын. 5-ші күнге де келдік. Күніне 5 рет айту негізінде ауыр емес. Пока нормально. Күніне 30 мың, 70 мың рет айтып жүргендер бар екен. Ол кісілерге Алла разы болсын. Ол кісілердің Алла тағала дұға тілектерін қабыл етсін. Бізде енді күнделікті сол мөлшерге жетеміз деп ойлаймын. Күнделікті сондай сан айтуға. Әзірге өзімнің рекордым енді осыдан 2-3 жыл бұрын күніне бір күнде бір күн ғана айтқам, оның өзінде 20 мың рет айтқан. Одан кейін енді бірден көп айтатын болсаңыз, бетіңіз қайтып қалады да, айтқыңыз келмей қалады. Ол нәпсіге ауыр тиіп кетеді. Қазірде сіздерге айтарым, мысалы енді бастап жатсаңыздар 5 мың емес, 3 мыңнан 2 мың содан төмен айта беріңіздер да. 500 рет айту қиын емес қой. Бір күн ішінде айтып тастау, яғни бір отырғанда 5 мың рет айтып тастау емес, бір күннің ішінде осы 5 мыңға жеткізіп тастау керек. Ал сіздер енді 500-ге, 1000-ға жеткізіп көріңіздер. Енді бастайық. Астағфирулла, 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 астағфирулла. Күніне енді бүгін Алла нәсіп етсе тағы да 5 мыңға жеткізуге тырысам. Жеткізем дегенде сенімді емеспін өзімнің жеткізе алатыныма, яғни Аллаға ниет етіп күнделікті 5 мың рет айтуға тырысамын. Яғни кейде асып кетеді 5 мыңнан, кейде ровно 5 мыңға жеткізіп қоя салам. Әр кезде әртүрлі енді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздер де күнделікті айтып көріңіздер. Қандай өзгеріс болып жатқанына өзіңіз де таңғалып қаласыз. Сау сәлеметте болыңыздар. Аллах тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін.